Мен Үтібай Гүлжан Асхат қызымын. Мен 2-ші сынып оқушысымын. Біз сіздерге қаланың тарихи мәдени жерлерін таныстыратын боламыз. Біз қазір Ордабасы субұрқағына келіппіз. Жоқта адамдар өте көп болады. Өйткені бұл қаланың бір әдемі жері. Бұл Қошқар-Ата өзені. Бұл да қаланың бір әдемі жерлерінің бірі. Біз тұрғандарында бірақ өте көп балық. Өйткені бұл жерде балық аулауға тыйым салған. Бұл жерде адамдар өте көп келеді. Өйткені бұл жерде туристердің саны көбеюде. Ең ескі бөлігінде орналасқан Ордабасы алаңынан көптеген тарихи және мәдени бағыттар басталады. Қала бастауындағы көне Рабат мемлекеттік рәміздері бар. Тәуелсіздік саябағы, Киел, Қошқар-Ата өзені, Қазыбек би көшесінде орналасқан кеңес дәуірінің қоғамдық ғимараттары және көптеген басқа көрнекі жерлер бар. Қазіргі Ордабасы алаңының орнында 150 жыл бұрын тұрақты базар орналасқан, кейін оны қазіргі қаланың ең ескі сауда орталығы болып саналатын жоғарғы базарға көшірді. Шымкентті қақ жарып, қаланың ішін бойлай ағып жатқан Қошқар-Ата өзенінің денсаулыққа тигізер пайдасы мол. Әсіресе бауыры ауырып, балтыры сыздағандар мен сүйек ас қорыту мүшесі мазалғандарға бұлақтың суы таптырмас ем. Сондықтан болар бұл жерде жылдың 4 мезгілінде де адам аяғын үзілмейді. Ал жаздың аптап ыстығында ине шаншар бос орын болмайды. Демалыс аймағына кіру ақысыз болғанда жаста кәрі де бала-шаға да осында бұлақтан бастау ағып жатқан мұздай суға түсіп мәз-мейрам. Алдымен аңызға үңілсек, Қаратау өңірінде дүниеге келген Қошқар-Ата 11 ғасырда өмір сүрген деседі. Азан шақырып қойған есімі Қалыш, 4-ші атасы Арқар деген асқан батыр адам болған екен. Сол сен енді Арқардай бола алмассың, Қошқардай бол деп жаңа ат қойыпты. Кішкентайынан алғырлармен, зеректігімен көзге түседі. Талабын ерте байқаған ата-анасы оны 7 жасында оқуға жібереді. Ол жақта да Қошқар-Ата ерекше дарынымен, қабілетімен ұстазының көңілінен шығады. Ұстазы оны өзгелерден ақшаулап, ықылас, ілтипатпен қарайды екен. Бұл басқа шәкірттердің ашуын тудыртады. Ұстазының қой деген сөзін ұқпай басқалар оған үнемі тиісіп жүреді. Bir күні ұстаз шәкірттердің бәрін отын алып келуге жұмсайды. Сол кезде Қошқар-Атаның қасиетіне өзгелер де
куә болсын деп өзінің арғы бетіне жібереді. Сонда ол судың бетімен жүріп өтеді. Табаны судың бетін сырып қана арғы бетке батпай жетеді. Таң тамаша болған айналасында адамдар сондан кейін ғана оның қасиетін мойындапты. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мен жас журналист Утебаева Камшат.